Сәлеметсіздер ме? Мен оқыған бір кітап семинарының аясында біз өзіміз шағын зерттеу жүргізіп, адамдардың кітапқа деген қаншалықты қызығушылығы бар және қалай оны арттыруға болатынын, оған қандай жағдайлар қай жерлерде жасалғаны туралы анықтадық. Кітап оқығанды жақсы көретін халық үшін біз арнайы Қарағанды демалыс орындарын аралап, қай жерде қандай кітаптар сөресі қойылғанын қарап келдік. Соның бірі Тұранел мейрамханасы болатын. Мейрамхананың екінші этажында Қасым баспаханасымен бірігіп қойылған арнайы кітаптар сөресі бар екен. Келесі біздің барған жеріміз бұл жастардың көбіне жүретін жері Марвин дүкендер желісі болатын. Марвин дүкендер желісінде сіздер кітаптың кез келген түрін таба аласыздар. Кішіден үлкенге дейін, яғни балалардың ертегі кітаптары, түрлі иллюстрациялық кітаптар мен үлкен кісілерге арналған әдеби кітаптар, түрлі жанрдағы кітаптарды сіздер көре аласыздар. Тіпті осындай мотивациялық кітаптарды көрсеңіздер де болады. Бұл жерде тек қана мотивациялық кітап қана емес, өзін-өзі дамытуға, қаржылай сауаттылыққа арналған кітаптар да бар. Егерде сіз өзіңіздің сатып алған кітаптарыңыз бар, оны басқа кітаптармен алмасам десеңіздер, кроссинг деп аталатын ұяшықтар орналасқан. Сол ұяшықтарға өз кітабыңызды салып кетіп, ішіндегі бар өзіңізге қызықты кітапты алуларыңызға болады. Біз қазіргі таңда Қарағанды орталық паркіндеміз. Осы жерде қыдырып жүрген адамдардан сұхбат алмақшымыз. Яғни кітапқа деген қызығушылықтары қаншалықты екенін соны сұрақ қою арқылы білмекшіміз. Сіз кітап оқисыз ба? Мен анау не көрем, Қасым баспасы кітап бар ғой, кітапхан деген. Сол бағдарламаны көрдім. Махаббат қызық мол-жылдар деген кітап, соның арқасында қазір оқыдым ше. Соңғы оқыған кітабыңыз? Ең соңғысы. Өйткені бас жағын білем, бірақ нақты қалай болғанын түсінбедім ше. Сол үшін өзім бастадым сол кітапты. Жақсы, ал негізі сізге қандай жанрдағы кітаптар оқыған ұнайды? Негізі мынау психология және бизнес туралы ұнайды. Жақсы. Ал психология және бизнес туралы бір кітап айта аласыз ба, кеңес ретінде? Кеңес ретінде $1 миллион тому или никому деген кітапты естідім сіздер. Жақсы, рахмет. Жақсы, сіз қаншалықты кітапты жиі оқисыз? В основном Инстаграм ғой. Көбіне Инстаграм. Кітап оқымайсыз ба? Инстаграмда абзацтар, кейбір кітаптардың нелері болады, болды. Жоқ, соңғы оқыған кітабыңыз бар ма? Есте қалған? Жоқ па? Жоқ. Жақсы, рахмет. Кітапты қаншалықты жиі оқисың? Оны айтасыз? Кітап. Қанша оқимын? Иә. 10 бет, 9 бет солай оқимын. Жақсы. Соңғы оқыған кітабың қандай? Әдебиет кітап, иә. Оның ішіндегі шығармасын білесің ба? Қандай шығарманы оқыдың? Қай шығарма ұнайды? Ол не? Қай мәтін, әңгіме ұнайды сізге? Екі әйел екеуі бір балаға таласты. Жақсы, рахмет. Сонымен қатар, оқушылардың да қызығушылығын арттыру үшін біздің кітапханада өздеріңіз көргендей жаңартулар жүргізілген болатын. Бұл кітапханадан сіздер түрлі шығармалар, түрлі жанрдан таба аласыздар. Үлкен жоғары сынып оқушыларымен қатар бастауыш сыныптарына да арналған түрлі ертегілер мен түрлі хикаяларды да табуға болады. Сонымен қатар біз бағана айтып кеткенде бұл кроссинг біздің кітапханада да қамтылған. Өздеріңіз байқағандай, оқушылар өз үйлерінен кітап алып келіп, осы жерде кітап алмасса болады. Және де бізде бастауыш сыныптарына арналған осындай аудио кітаптар жүйесі бар, ертегілер елінде деп аталатын. Бұл аудио кітаптар жүйесін қалай қосасыз? Осы әр кітаптың астында QR код орналасқан, соны сканерлеп қосасыздар және де сіздерге аудио кітап қосылады. Ертегі